Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай қып-қызыл етіп борщ жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен етімізді пісіріп аламыз. Осылайша борщ болсын, кез келген сорпа жасар кезіңізде осылай сүйегі бар ет қолдансаңыздар өте дәмді болып шығады. Етімізді салып, үстінен осылай керегінше суымызды құямыз. Мен бүгін көбірек етіп жасаймын. Азырақ етіп жасасаңыздар, суын аз етіп құясыздар. Және де бір қатты қайнағаннан соң осылай көбігін алып тастаймыз. Содан соң орташа отқа қойып, етіміз қайнамай қалмауы керек. Орташа отта қайнатып піскенше бетін жауып қоятын боламыз. Неке қыздар, етімізді жақсылап қайнатып пісіріп алғаннан соң бөлек ыдысқа алып қоямыз. Және де осы қайнап жатқан сорпамыздың үстінен картошкамызды салып 5-10 минут қайнағаннан соң одан кейін жаңағы капустамызды салатын боламыз. Немесе екеуін бірге салсаңыздар да болады. Мен алдымен осылай кішкене 5-10 минут картошканы пісіріп алатын боламын. Картошкамыз 5-10 минут қайнағаннан соң артынан осылай майдалап туралған капустамызды саламыз. Капустаны қалауыңызша көп немесе азырақ етіп қоссаңыздар да болады. Капустаны салғаннан соң газдың астын баяу орташа отқа қойып 15 минут қайнатып пісіріп алатын боламыз. 15 минутта бізде жұп-жұмсақ болып, картошкада, капустада пісіп дайын болады. Әзірге біз жаңағы свекламызды дайындайтын боламыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, пиязымызды майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Қыздар, жаңа сорпамызды қайнатқан кезінде етті бір қайнатып көбігін алғаннан соң міндетті түрде ұмытпай дәміне қарай тұз және де қалауыңызша қара бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Осылай пиязымызды жақсылап қуырамыз және де үстіне бір ас қасықтай томат салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Содан соң үстіне үккіштен өткен немесе майдалап жіңішке ұзынша етіп туралған сәбізімізді де салып жақсылап қуыратын боламыз. Құрметті көрермен, каналымды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, әрі лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымда өте оңай рецепттермен әрі тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сәбіз бен пиязды жақсылап қуырып алғаннан соң газдың астын баяулатып, үстінен осылай қатты көп емес, кішкене етіп суымызды құямыз. Және де суды құйғаннан соң бірден жаңағы үккіштен өткізілген свекламызды саламыз. Және де свекланы салып болғаннан соң біздің борщымыз осылай қып-қызыл болу үшін әрі свекланың светі кетіп қалмас үшін, түсі кетіп қалмас үшін лимонның согын қосамыз. 2 шай қасықтай қоссаңыздар болады. Немесе лимонның согы жоқ болса, уксуспен алмастырсаңыз болады. Уксустан 1-2 тамшы ғана салсаңыз жеткілікті болады. Көп қоспаңыз. Және де 1 шай қасықтай қант қосып, жақсылап араластырып, осы табамыздың бетін жауып, свекламыз піскенше астын баяу отта пісіретін боламыз. Неке қыздар, біз свекламызды осылай баяу отта пісіретін боламыз. Свекламыз толықтай дайын болғаннан соң, жаңағы газдың астын өшіріп, бізде алдын ала дайын тұрған сорпамызға салатын боламыз. Мінекей біздің қазандағы сорпамызда дайын, капустанды, картошканды, етті де осылайша толықтай пісіріп аламыз. Және де жаңағы свекладан жасалған қоспамызды салардың алдын газдың астын міндетті түрде өшіріп қоямыз. Свекланы салғаннан соң біз сорпамызды ешқандай да қайнатпаймыз. Қыздар, біздің борщымыздың қып-қызыл болып шығуының бірден бір себебі де осы. Свекланы салғаннан соң сорпамызды ешқандай да қайнатпаймыз. Өйткені біз барлық қоспаларды толықтай пісіріп алдық. Мінекей осылай салғаннан соң, свекламыз салғаннан соң қып-қызыл борщ болып шығатын болады. Егер де сіздер әрі қарай 15-20 минуттай қайнататын болсаңыздар, ол кезде сіздердің сорпаларыңыз өзінің түсін жоғалтатын болады. Етті де қалауыңызша бөлек ыдысқа турап алып, бірден осы сорпаның ішіне салып қойсаңыз да болады, немесе үстінен үлкенірек етіп, әдемілеп салып ұсынсаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей қыздар, осылай қып-қызыл болып біздің борщтарымыз өте дәмді болып шығады. Мінекей қыздар, біз сорпамызды осылай құйып ұсынамыз.
қып-қызыл, өте дәмді болып шығады. Етті осылайша үлкенірек етіп сәндеп ұсынсаңыздар да болады. Және қалауыңызша кез келген ас көкті сеуіп қоямыз. Және де егерде қаймақты ұнатсаңыз қаймақ, немесе майонезді ұнатсаңыз майонезді құйып ұсына береміз. Осылайша қып-қызыл, өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Сіздерде де өте дәмді әрі қып-қызыл борщ шығатынына сенімдімін. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.